Оралхан Бөкей, Атау Кере жалғасы. Ашаршылық демекші, Нюра Фадеевнаның сол бір зауал кезең туралы айтары көп. Тіпті ендігі қалған өмірінде аманаттап тауса алмас ұзақ сонар. Есіне түссе, қазір де ұйқысынан шошып оянар қасіретті хал, қайғылы оқиға. Қаймана қазақты оңдырмастай етіп, отап түскен лағнетті жыл. Ашкөз адамдарды аздырып тоздырған. Малмен жаннан сипаңдай болып айырылған ақсүйек жұт, азамат малсыз, арғымақ жалсыз қалған қан құйлы мезгілдің сор-сорғалаған құрығы өзінің де басына тиіведі-ау. Анталаған жау, антұрған ұрық арысы, ерегіскен дұшпаны жоқ халықтың бостандыққа, теңдікке қолы енді ғана жетіп, жетісеміз деп отырған шағында шаңырағы ортасына түсіп, орт шалған ормандай қара күйік болып қалуы қандай ғана қасиетсіздің қарғысы еді. Қандай ғана қанды қолдың ойлап тапқан жәдігөйлігі, ар-ұят пен адамшылықтан безген имансыздығы еді. Бостандық келді деп жұмақ орнағандай далақтаған қазақты аспаннан жай түскендей естанды күйге душар еткен не? Ботадай боздатқан, қайыршыдай қаңғыртып жіберген кім? Жаназасыз, көмусіз, құнсыз қырылып қалған ауылдастарымның обал сауабы кімде? Енді ғана аталап, апалап тәй-тәй басқан тұңғыш қызымның аузы аққа жарымай, әбден шандырланып, боз торсықтай болып қалған сүтсіз емшегіңді тырмалап, көз алдымда көгеріп, сазарып, жан тәсілімін бергенін қалай ұмытайын? Өзімнің де аузымнан қара су ағып, аш иттей бұралып, ыңырсып жатқан жерімде осы тағанның шешесі аналық емес пе еді? Басымнан сүйеп нәр сыздырған, үйіне апарып бағып қағып, жалғыз дәнді өзі жемей ұсынған. Апалы сіңлідей жанымыз жарасып кетпеді-ау. Нюра Фадеевна мен аналық апалы сіңлілердей болып, ең бір ауыр да азапты жылдарды бірге өткізді. Достық қиындықтасын алады деген сөзді жиі айтқанмен, осы құдіретті ұғымның қадірін бұлардан артық ешкім білмейді. Бұлардан артық туысқанды әлемді әлденеше адақтасаң да таба алмас едің. Осы өр қаратайдың үйіріп, қайырып, үрлеп ішіп отырған бірен-саран байын тәркілеп, тәртіпке сала бастағанда конфискацияның тізіміне Нұркеннің күйеуі Қандауырда іліккен. Өздерінің күнделікті ішіп жемінен аспайтын орташа ғана шаруасы бар. Сол орташа шаруасын ешқашанда шашау шығарып көрмеген үйелменнің басына да қара бұлт торлап тықыртаянған. Әкесі Фадеймен талай дәмдес болып, арқаларынан қағысып тамыр деп, тамашасынан қалдырмайтын, Фадей досынсыз ішкен асы тамағынан өтпейтін Әбдікерім болыс бар малын тәркіге өткізіп, құрық мініп алған соң арғы бетке қашып құтылды. Жалғыз кеткен жоқ, бала шаға, ағайын тумасында ерте кетті. Сол Әбдікерім салдырған Шыңғыстай мектебінде Нұркемен бірге Қатонқарағайдың талай орыс қазақ балалары сауатын ашты. Әлі күнге дейін сол мектеп қазғалпында, жарты ғасырдан асты, балаларға білім беріп келеді. Қандауырды да алғаш рет сол мектепте көріп танысып еді ғой, айырылмастай болып табысып еді ғой. Аумалы төкпелі заман туып, айранда үйіп отырған халық қақ жарылған тұста да бөрі тигендей бөріліккен жұмысы жоқ елмен бірге жұмақ жер іздеп тау аса көшкенде де, мұрнын тескен тайлақтай елпеңде беріп кетпеген. Сол кезде қайраған қылыштай қылшылдаған жас жігіт Қандауыр мен тағанның әкесі Көкен құйрық жалы жарасқан қос тарыдай үзеңгілес дос еді. Лаң күндерде де қара басын сауғалап лаға қашқан жоқ. Жаңа өкіметтің жағасына да жармаспады. Елмен көрген ұлы той деп жаңадан құрылған қосшы серіктікке де алғашқылардың бірі болып кірді. Орташаның тізіміне тізілсе де, тәргі басталмай тұрып ақ бар малын өзі өткізді. Бірақ сол бір зауал шақта қара тізімге бірілінген адамның көрге кіргенше көгергені, көңілі ашылып сергігені бар ма тәйірі? Өле өлгенше қуғын сүргіннен арылған жоқ. Семьясымен жер аударамыз дегендеріне көнді. Өзімді ит жеккенге айдасаңдар да, әйелімді туған жерінде қалдырыңдар. Емшекте жас баласы бар, сәбиді аяңдар. Айналайын өкімет өкілдері деп аяқтарына бас ұрған соң, ана мен балады қалдырып, оны алдарына салып айдап кеткен. Содан көп замай байлардан тартып алған мыңғырған малдың көбін төменгі жаққа айдап әкетті.
қалған құтқанын ортақтастырамыз деп шөбі жоқ қораға маңыратып, мөңіретіп қамады. Ал арзан бағаға сатып алған түлікті кедей кепшік қазақы мінезбен азақ күннің ішінде мәз майрам сойып жеп алды. Содан 1932 жыл, яғни мешін жылының ашаршылығы басталды. Тігерге тұяқ қалмаған, бар үмітті, бар жақсылықты, бар байлықты жалаулатып келген, алаулатып енген кеңес өкіметінен дәметті. Әсіресе қазақтың дәметкіш көңілі өкімет деген өзіміз, ендеше өзіңді өзің асырайсың деген ұрдажы құранның байыбына бара қойған жоқ. Құрсағын мықтап тұрып бір рет толтырып алды да, көздері шүңірейіп аштан қырыла бастады. Қол ұшын берер, қолтығынан демер, алыстан арбалап астық тасыр ешкімі жоқ. Қайран ғана аңқауда адал ел, ертеңгі күні белгілсіз. Ертеңгі күні тұманды, ертеңгі күніне саусақ жая талпына дірілдеп, жел қопарған діңгектей құладай, сұлық түсіп сұладау. Сол заманның қаттылығын қателігі де бұғар зерде жоқ. Бұнымыз асыра сілтеушілік деп айтар пенде жоқ. Осынау жоқтардың жоқтауын естір құлақ жоқ. Қынадай қырылды. Арқа сүйер ардақтысынан айырылған Нюра Фадеевнаны ағаштан қиып салған үйінен қарашаның қары түскенде қуып шығып, жаңа ұйымтасқан қосшының бастығы кіріп алды. Ананың ақ жүзі қуарды, ақ сүті суалды. Бір жастан енді ғана асқан қызын бауырына басып, баспанасыз далада қалды. Міне, осы кезде аналық жетелеп өз үйіне апарды, асырады, сақтады. Алтайдың созалаңдап таусылып бітпейтін ұзақ қысынан ілдалдалап әрең шықты. Қарны тойып тамақ ішпеген ананың омырауынан сүт шығушы еді. Екі үйлі жанның қарап отырған қара сиырына жегізер шөп тақа таусылып, ағаштың бүрі мен теректің қабығын сыдырып беріп асырап еді. Көтеремге айналған хайуанның емшегі шандырланып суалды. Наурыз туа әбден тулақ болған сиыр көзі алайып, қорада қатып қалған. Көкен айдалып кеткен қандауырдың мылтығын иығына асып аңғарады. Алғашында күпсек қарға малтығы бөлген елікті тауып алып талғажау жасап еді. Бұдан соң жазғытұрымның қара қатқағында қарға мен сауысқанға ауыз салған. Ауыл адамдары әсіресе қарттар жағы бірінен соң бірі өле бастады. Оларды арулап көмер дәрмен жоқ. Көк аязданған тоң жерді қазар әл қуат жоқ. Жер жібігенде қабірлеріміз деп мәйітті қармен бүркеп жасырған еді. Кейбірі азық іздеп алысқа ұзап кетті. 6 ай асып ойманға ауды. Үлкен наранға құлдады. Сол сапардан оралғандары бар. Орала алмай жол бойында қол шанасын сүйретіп қатып қалғандар бар. Бұл өр Алтайда наурыз айында да қардың көбесі сөгілмей сіресіп жататын. Күннің көзіне арқасын тосқан үйдің төбесіндегі жолдың ернеуіндегі қардың шеті ғана еріншектене ергені болмаса, тау тас, жон қыраттар ақ күпісін оңайшылықпен шеше қоймайтын. Осындай бір қара қатқақ күннің бірінде түнде ғана бүлкілдеп, шешесінің омырауын сипалап қыңқылдап жатқан қызы мәңгілікке көзін жұмып еді. Қойнауында тар құрсағын кеңіткен, тас емшегін жібіткен туған баласы емес, бір кесек мұз жатқандай шошына айқайлап тұрған Нюра ақ қар, көк мұзды далаға жалаң аяқ, жалаң бас атып шықты. Аналық пен көкен бұқтырмаға қарай безектеген келіншекті әрең дегенде қуып жетіп кері қайтарған. Нюра Фадеевна сол сәтте шынымен-ақ өлгісі келіп еді. Өмірді бар ділімен жек көрді. Ол Құдайды ит терісін басына қаптап қарғап сіледі. Кейін ес-ақылын жиып, баяғыдай қуаттанған шақта Алла тағаладан ашумен айтқан ғайбат сөзі, жасаған күнәсі үшін талай рет жалбарынып кешірім сұрады. 2 жылдан соң еліне қайтып оралған күйеуі Қандауыр, сонда сен Құдайдан рақым күтіп кешірім сұрадың? Мұхаммедтен бе, әлде Христостан ба? Деп талай рет әзілдеп ызаландыратын. Құдай біреу деген сонда Нюра Фадеевна ыстық ықылас, бар махаббатпен. Тек пайғамбарлармен сенім ғана әр ұлтта әр басқа. Ендеше мен жер бетіндегі немесе қолдан суретін салған бұрыштағыларға емес, аспандағы құдіреті күшті Құдайға сыйынамын, әрі сенемін. Обалыға не, Қандауыр дінсіз еді. Табиғаттан тыс тылсым күш барына иланған емес, тек өзіне, өз күшіне сенетін.
Қалай дегенмен ұлы еріктің кейбір қылықтары, әсіресе қатты да қайратты мінезі әкесіне тартқан. Тек өзімшілдігі ғана бөтен. Бесіктен белі шықпай жан тәсілімін берген, көпе көрнеу аштан өлтіріп алған тұла бойы тұңғышының қазасы көпке дейін көз алдынан кетпей қойды. Өзі де бұл дүниеге сыймайтындай әдемі еді-ау, жанары оттай жанып тұратын, деп күрсінді Нұрке кемпір. Дегенмен Алтай қазақтары дәл арқадағыдай жаппай қырылған жоқты. Тісінің суын сорғандай боп қыстан шығып, көктемге ілінгендерінің негізгі қорегі табиғаттың жүгірген аң, ұшқан құсы болса, кейбірі ата-бабасының салтында жоқ, сүйегіне таңба болып, ұрпағын ұятқа қалдырар іске амалсыз барғандары да бар. Яғни ет етінде қорек етті. Кейін сол ауыл 5 ит жеген аталып кетті. Ал көктем туып, ой-қырдың қары еріп көк шыққанда, ауылдың тамам жұрты тайлы таяға қалмай жайлауға көшті. Сонда таудың сай саласы, қырат жотасы көгеннен ағытылған қозыдай жамыраған халыққа толып, көзіне көрінген өсімдікті талшық ете бастады. Әсіресе беткей-беткейдегі бұл өңірдің елі бек деп атайтын сәбізге ұқсас шөпті түбін қазып жеп, қарнын құр қампайтып, екі езуінен көбік аққан аш-жалаңаш адамдар Нюра Фадеевнаның күні бүгін көз алдында. Әсіресе жайлаудың жап-жасыл шалғынын малша жайылған бала-шаға, әйел-еркек, кемпір-шалдардың сол кеспірі мен ұсқыны күндіз есінен, түнде түсінен шықпайды. Жастар жағы Алтайдың омырауынан саулаған сансыз бұлақтың өн бойын қуалап, белуардан су кешіп, балық ұстап жеді. Күзде балқарағайданын талғажау жасады. Әйтеуір өлмегенге өлі балық жолығып жан сақтады. Таңғы нәсібін тәңірден күтетін қазақтың жайбасарлығына асыра сілтеудің сауатсыз саясаты қосылып, сандаған жырағат жан тапсырды да. Мың өліп, мың тіріліп үйренген қара табан, қара жан сормаңда елдің тірі қалғандары қыбыр-жыбыр тіршілігін қайта бастады. Қайран қазақтың басына туған осынау қасіретті тең бөліскен тұрғылықты орыстар алдындағы малы, ауылындағы жанынан айырылған тамырларын бұдан ары қарай қалай аштан өліп, көштен қалмаудың жолын нұсқап, егіншілікке үйренуде мұрындық болды. Өкімет тарапынан тиген азын-аулақ астықты соқаға өздері ат болып жегіліп, жер жыртып септі. Бұрынғысынша ал деп асап қоймай, бір дәннен бір маса қалды. Бір малын төлдетіп екеу етті, қосшыға бірікті, қор жинады. Міне, көп түкірсе көл дегендей тағдырдың тәлкегін оңбай тартқан халық еңсесін қайтадан көтерген. Еңсесін қайта көтерген тұста халық жауы қаптап кетті. Алламай, ол да бір зауал болды ғой, деп тағы күрсінді Нұрке кемпір. Айтып айтпай не керек? Құсалықпен өткен жылдарды жоқтап жылағаннан көз жасың таусылмайды екен. 1932 жылдың ызғары артта қалып, еңсені езіп, ел мойнына қыл бұрау байланған заманның зары мен шерменде шерін ұмытып, құба төбел тірлікке көшкен сәл жылымық шақта іргелес отырған екі үй, Қандауыр мен Көкеннің де шаңырағынан шуақ жауғандай еді. Жазықсыз айдалып, байланып кеткен орташа Қандауыр ағарып қайтып оралды. Көкен болса, жаңадан ұйымдасқан ынтымақ колхозының бастығына сайланып, ал Қандауыр оның еңбектің жазатын есепшісі болды. Сөйтіп, бұрынғы аяқ табағы араласып отырған қос семьяның да ошақ оты жылтыңдап, қазаны қоңырсып иіс шыққан. Тойып тамақ ішпесе де, торқадан көйлек кимесе де, ашаршылықтан соңғы аз жылдың тыныштығына жылынғандай еді. Күйеуі аман-есен қайтып оралған соң Нюра Фадеевна екінші құрсақ көтерді. Аяғы ауыр құрбысының барлық күтімін әзірше сыбай салтаң жүрген аналық тағы да өз қолына алды. Айы күні жетіп толғақ қысқанда да құр керіп, түс-түстеп келсап деген, перзентінің кіндігін кесіп, тұмсығынан сығып алғанда айналайын аналық еді-ау. Аналықтың жақсылығын қайтып ұмытайын, деп күрсінді Нұрке кемпір. Бір жыл өткен соң аналықтың өзі де жүкті болып ұл туды. Бұл өңірдің ең үлкен байлығы картошканы молғы басып, той жасағандары әлі есінде. Екі үйдің ортақ малы қоңыр тайынша бұзаулағанда қандай қуанып еді. Ол кезде болар болмас нәрсенің барлығы қуаныш, көңілге жұбаныш болушы еді.
жоқтан өзгеге алданатын жас баладай аңқау да адал мезгілдің жалғызақ ұраны бар болатын. Любым способом выжить. Осы бір соңғы сөз ойына оралған сәтте, атам заманда қазақ әйеліне айналып кеткен кемпір өз-өзінен селк етіп шошынып қалды. Құдайдың құдіреті, алжиын дедім бе? Кейінгі кезде кейбір нәрсеге орысша ойланып жүргенім не? Деп күбірледі. Айтпақшы, Нюра Фадеевнаның екінші бөпесі де қыз еді. Аналықтың ұлынан 1,5 жыл үлкендігі бар. Бесіктегі жас сәбиді алданыш етіп, тірі ойыншығы секілді әлдилеп, тербетіп ойнап жанынан шықпайтын. Айрандай ұйыған достықтарына көз алартып, қызғаныш білдірушілер де табылды. Күні кеше ғана Зұлпаттың аямай соққан дауылын мүлдем ұмытқандай, ұлы көштің соңынан қайта салпақтаған ағайынның айғай-сүреңі қайта басталып, аз күнгі тыныштықты көтере алмай, болымсыз тірлікке мастану бар еді. Тап ретінде жойып жіберген қоңдылар мен орташалардың қашпай, қамалмай жүрген қалған құтқандарының 5 садыра жүдеу де мінді күйін көп көргендей пыш-пыштап, түртпектеп күн көрсетпейді. Біздің жазығымыз не? Жазығымыз таба нет, маңдай термен тапқан малымызды ортақтастырғанымыз ба? Өздерің ойлаңдаршы, жалшы ұстадық ба? Қанап тонадық ба? Ерінбедік, ел қатарлы еңбек еттік. Асып тасқан жоқпыз, ағыл тегіл шашқан жоқпыз. Бір малымызды екеу етіп, таланымызға біткен бақты шайқамадық. Шаруамызды дөңгелетіп ұстадық. Осы айып па? Егер жетесіз болсаң, есінеп құсынаған еріншек болсаң, біздің кінәміз не? Қай қоғамда өмір сүрсең де, қайыр сұрап тентіреп кетпейсің бе? Міне, осы бір қағидасын қанша рет қақсаса да, ұрда жық жұртқа ұқтыра алмай-ақ қойған қандауыр бұрынғы ауыр да тентек мінезін тастап, колхоздың есеп-қисабын қисайтпай, шотқа салудан бөтеніске араласа қоймады. Ауылдағы ат төбелінде ағайын тіпті көкеннің де бастықтығына қызыл көздік жасаған еді. Оны да орташаның қаралы қатарына қосып ауданға арыз айдаған. 2 күннің бірінде тергеп, тексеріп маза бермейтін. Ал оның әкесі Мақажанның бар байлығы өлеңі еді. Егер қорасы қордалы болса, ол тек өнеріне разы болған жұрттың сый-сияпаты, тарту таралғысы, жол жоралғысы, ұрлапта, сұрапта алған жоқ. Ал көкеннің иелігіндегі сол Мақажан жарықтықтан қалған тоқты торпақ болатын. Әкесіне тартқан арқалы ақын болмаса да, қат қағазға жүйрік, ел билігіне әуес отты кісі еді. Осы ынтымақ колхозын өз қолымен құрып, аяғынан тік тұрғызғанда сол көкен. Әуелі арапша, артынан латынша әріпті тізгін ұшынан қағып алып, тез меңгеріп кеткен. Оның жалғызақ арманы бар еді. Оқып, білімімді көтерсем, таудың қуысында жатқан аядай ауылдың адамдарын жаппай сауаттырсам деп барын салды. Өзі оқи алмай қалды. Бірақ бек алқаға әуелі ликбез, артынан мектеп ашып, бала шағаның хат танып сауатын ашуға көмектесті. Жігіттің сұлтан еді-ау, деп күбірледі Нұрке кемпір. 1937 жылдан бастап тонның ішкі бауындай болып отырған 2 үйдің шаңырағы шайқала бастады. Осы жылан жылы туа 2 үйдің ғана емес, мұқым елдің берекесі бей-берекет болып, бір-біріне үрке қарайтын, бір-бірінен сескенетін тайғанақ тағдырға тап болды. Алтайдың аясындағы үркердей ғана ауылдан қара ниет халық жауы табылып, қазан құлағындағы қатынға дейін тергеліп, ата тегін ақтарып, сөзін бағып ойын оқитын аңдыс науқан басталды. Қатынқарағай ауданының секретары Төлегенов Жапонияның шпионы деген айыппен ұсталыпты дегенде төбелерінен жай түскендей болды. Ең сұмдық оқиға ол да емес. Аң қарауға шыққан қандауыр аудан бойынша ұсталған 10 шақты халық жауын орманның ішіне апарып атып тастағанын өз көзімен көріпті. Баудай түсірген өліктердің бетінде жаппастан тастап кеткен. Шекарамен шектесетіндіктен әсіресе бұл жақта қатал өткен саяси айыппен қамалған жауды заң жүзінде жауап алып мойындатып, соттап әуре болып жатпайтын. Іздеуші, сұраушысыз ізім-ғайым жоғалатын. Орманның ішінде жайрап қалған бейкүнә азаматтарды қандауыр мен көкен жан адамға білдірмей түнделетіп көміп келді. Тықыр бұларға да таяй бастап еді.
Неге екені белгісіз құрықты ең әуелі Нюра Фадеевнаға салды. Айыптың үлкені Фадей атты бұғыстаған шонжардың қызы екені. Демек, байдың қызы да бай тұқымы, біздің советтік өкіметке жау. Ендеше, мұндай помещиктің қызына қызыл қоғамның ортасында орын жоқ. Жауапқа шақырғанда Нюра Фадеевна 4 жасар баласын ертіп барды. Тергеушінің бір қолы шолақ, алакөз қазақ еді. Нюраның бас аяғын тінтіп қарап шықты да: «Аңқос күйеуіңді, ит мысық малдарыңды неге айдап келмедің?» деді жекіреге кетіп. «Немене, олардан да жауап аласыз ба?» деп айтып қалса да, баласын бауырына тарта сескеніп қалды. Өйткені осы НКВД бастығы бұл өңірде шолақ қол атанып кеткен адамның аса қатал, алдына барған кісінің қаққанда қанын, соққанда сөлін алатын қатыгез деп естіген. Аудандық комитеттің хатшысы Төлегеновті партия билетін сенен алғам жоқ, бермеймін деп қарсыласқанда шолақ қолымен бір ұрып құлатыпты. Түсі өте суық, сол жақ көзі өзінен өзі жыбырлап тұратын. Шолақ қолдың әр қимылын аңдып, көзі бақырая қараған бала шошына жылап қоя берді. «Балаң жаныңды алып қалмас, жылатпа. Онсыз да халық жауларынан жауап аламын деп басым ауырып тұр», деді қолын артына ұстап, ерсілі қарсылы адымдаған Нәшәндік. «Сонымен, әуелгі сұрағым, шешең арғы бетке ауа қашқанда неге еріп кетпедің?» Бұл бір. Екінші, сен осында тыңшы есебінде қалғансың. Арғы беттен келетін байланысшыға Сәбет өкіметінің барлық құпиясын хабарлап тұратының рас па? Сәбет өкіметінің бүкіл құпиясын маған кім айтады екен? Деді Нюра қарсы сұрақ қойып. Төлегеновпен сенің күйеуің қандауыр сыбайлас болған. Ол кісіні түсімде де көрген емеспін. Сенің көруің міндет емес. Ендеше доғар сөзді деп айғай салғанда, боздап тұрған бала селк етіп жылауын тыя қойды. Сен тіпті Жапонның жансызы болмаған күннің өзінде помещиктің сілемтігісің. Осы факті де жетеді түрмеге қамауыма. «Ағатай-ау», деп кемсеңдеді Нюра. «Мен үй ішіммен, әсіресе шешеммен ат құйрығын кесіскен, бір-бірімізге көрмеске анттасқан адаммын. Қандауырға тұрмысқа шыққаннан бері тіпті туған шешем болса да араласып амандасқан емеспін. Қарақан басымда қандауырмен жалғыз қызымнан басқа ештеңе жоқ. Нақақ қинамаңыз». «Көлгірсіме?» «Жарайды. Ол сөзіңе десенейік. Бірақ күйеуіңнің Төлегеновпен сыбайлас болғанын растайтын қолхат бер. Сонда ғана балаң екеуің бостандық ала аласың». «Буынсыз жерге пышақ ұрмаңыз. Ол біреудің ала жібін аттамаған адам. Әрине, төсекте жатқанда таза болып көрінеді. Амал жоқ, түрмеде түнеуіңе тура келеді. Қазір бізбен бірге ауданға барасың», деді де сыңар қолымен ақ сырт киімін шапшаң киіп алды. Нюра Фадеевна түрмеде 3 күн түнеді. Жауапқа шақырған жоқ. Қараңғыда сыз бөлменің салқыны тиген бала ыстығы көтеріліп ауыра бастады. Кезекші милиционер әкеліп берген қара нан мен қара суды қанағат тұтпаған. «Мама, үйге қайтайық» деп ботадай боздап жылағанда, қапаста қамалған ана да айтуға сөз, жұбатуға тамақ таба алмай діңкесі құрып еді. Лажы таусылып, жігері құм болып, сырттан хабар ала алмай қорланған. Тілсіз қарайған бөренелер, өмір бақида бір ретте жуылмаған тақта еден, ауа кірмейді ауыр тартқан сыз бөлме. Бәрі Нюра Фадеевнаның жүрегін жылмалап, сезімін сірнеледі-ай. Жылап-жылап талықсып барып ұйықтаған баласын қойнына тығып, ағаш нардың үстінде жамбасы ойылғанша, сәбиі оянғанша жататын. Бүрісіп ұйықтаған бала анда-санда ішін тарта өксіп, жаман ырымға бастағандай, шешесінің жанын одан әрі жаралайды. «Тәңірім-ау, сенен де айырылып қалмайын» деген қауіп меңдеп, ішіне шоқ түскендей шошынатын. Бір лаңнан құтылдық па дегенде екіншісі бас салып, осы сойқанды кім жасап жатқанын, және не үшін жасайтынын зерделер санасы сансырап, ойлай-ойлай басы мәңгіріп, мұң мен наланың, азапты жаланың тұңғиығында тұншығып еді. Әйелдік долылықпен шашын жайып, бажылдап түрменің есігін тоқпақтамады. Өз-өзінен булығып, өз-өзінен қысылып тұншыға ұзақ жылаған.
Бүйтіп, күнәсіз қорлық көргенше өлейін деген ой жылт етуі мұң екен. Қойнында жүрегін жылытып, бүлкілдеп жатқан баланың ертеңі есіне түсіп, ол ойынан айныған. Тіпті басыңды қабырғаға тоқпақтамасаң, бұл бөлменің ішінде бір сабақ жіп жоқ. Жаулығына дейін шешіп алған. Үстінде көйлегі мен бешпеті ғана бар. Қандауырдан хабар жоқ. 3 күннен бері бір жапырақ қара нан мен қара су тасыған қазақ оқта текте қатынағаны болмаса, тірі жанның бет жүзін көре алмады. Ол да тілі кесілгендей үндемейді. Темір есік салдыр-гүлдір ашылғанда, қараңғы бөлмеге сырттан саулап жарық кіріп, Нюраның көр-соқыр болып қалғандай көзін қарықтырды. Бала оянып кетті. Ояна салып, «Мама, үйге қайтпаймыз ба?» деп сұрады. Күзетші алғаш рет, «Тұр, нәшәндік шақырады» деп, келіншек қараңғы қапастан жарық дүниеге қуана ұмтылды. Нюра Фадеевна мен ұлының бостандығы тым қымбатқа түсті. Оны түрмеге қамаған күннің ертеңінде қандауырдан жауап алған. Тағылған айып 2. Байдың қызына үйлендің. Жапонның шпионы Төлегеновтің тыңшысысың. Ол азар да безер мойындамаған. Өздері жазған мойындау қағазға қол қоймай қасарысқан. НКВД-ның шолақ қол бастығы бір беткей жігіттің жігерін жасытып, жанын жарақаттау үшін жаңа айла ойлап тапқан. Ең әуелгі сұрағы стол үстіндегі жатқан газеттерді нұсқап, «Газет оқисың ба?» дегеннен бастады. Анда-санда ғана, шаруадан қол тие бермейді. «Иә, сендер саяси сауатсызсыңдар. Орталық газеттерде не жазылып жатқанын білмеу ұят. Халық жаулары Алматыда да өріп жүр. Тіпті әлгі өлеңшілер не деуші еді? Жазушылардың да жаулары көп. Алаш ордашылардың ала күшігі мен жапон шпиондарын әкесіне танытып жатыр. Оны маған несіне айтасыз? Оқыған адамдар арасында ондайлар болатын шығар. Білсін деп. Жә, әйелің бар айыпты айтып берді. Сенің өкіметке жасаған астыртын әрекетіңнің түгелін түгендеп берді, деді әдетінше кеңсенің ұзындығын өлшейтіндей тыным таппай адымдап. Сенбеймін, деген қандауыр. Сенбеймін. Мойындаса сауаты бар, қол қойдырып алған шығарсыз, көрсетіңіз. Малғұн, деп бақырды нәшәндік. Жаусыңдар. Шолақ қолымен жағынан салып жіберуге оқтала бергенде шапшаң қимылдаған қандауыр одан бұрын қағып жіберді. Азуы 6 қарыз жоянбыз деп әспенсіген азаматтарды жалғыз құлатқан шолақ қол мұндай қағылез қарсылықты көрмеген басы шошына тұрып қалған. Мықты екенсің, деп өбөтірік күлді. Бірақ сендей асаулардың талайының мойнын астынан келтіргенмін. Күресесің бе? Мынау жынды шығар, деп ойлады қандауыр. Жығылсам босатасыз ба? Әлде жықсам босатасыз ба? Осыған келісіп алайық. Ультиматум қоя бастадың ғой. Оны көреміз. Ендеше күреспеймін. Жақсы, олай болса аядай кеңседе апыр-топыр алысып жатқанымыз ұят болар. Тоғай ішіне баралық. Кеттік. Шолақ қол жеке атта. Қандауыр милиционер жігіттің артына жайдақ мінгесіп жолға шықты. Боқмұрын баланың ат артына салған көргенсіздігіне қанша намыстанса да көнбеске амалы жоқ. Бұқтырманың жағалауындағы қалың тоғайға жетелер жалғыз аяқ соқпаққа түсіп асықпай аяңдап келеді. Қашып кетерме деп қауіп қылды ма? Тұтқынның қолын артына қайырып байлаған, және оны ел көзінен жасыра үстіне шапан жапқан. Бұл қалпында балық аулауға шыққан бейбіт адамдардың сықпытын аңғартады. Құйрық тістесе артта, әдейі артта келе жатқан шолақ қолдың тақымына қыстырылған құрығы бар. Милиционердің артында отырған қандауыр мысық пен тышқан ойнаған бастықтың қылығына өлердей орланды. Қарсылық көрсетуге де, қашып кетуге де дәрмен жоқ. Жер болып жасыды, амалсыз көнді. Әншейінде қолыны су құюға жарамас жаманның соншалық басына әңгіртаяқ ойнатқаны кінәмшіл жігіттің намысын қанша осқылағанымен жан тәтті де. Өзінің өмірін қойшы, Алланың әмірінен қашып құтыла ала ма? Анау екі көздері 4 болып, тар қапаста қамаулы жатқан әйелі мен баласына тиер кесірі. Ендеше әліптің артын бағып, қай бір мазағы мен қорлығына да шыдау керек. Мейлі жықсын, мейлі атсын, ит шеккенге қызыл табан қылып айдасын.
не көрмеген қубас, лашсыз көнтері күй кешіп көндік еді. Өзеннің арылы естіліп, шыбын шіркейі көбейіп, алаңқайдың шетіне ілінгенде ат басын іркіп аялдады. Шолақ қол жан-жағына мұқият қарап алды да: «Осы жерге тоқтаймыз», деп әмір етіп аттан түсті. Сыңар қолымен көлігін қайынға байлады да, жап-жасыл шалғынды жапыра кешіп барған күйі аяғымен түрткілеп, шөп басып бұғып жатқан бұтақ тастарды теуіп, алысқа лақтыра берді. Жанының тәттісін деп ойлады ат артында әлі отырған Қандауыр. Бастығына милиционер жігітте көмектесіп жүр. Қандауыр астындағы атты тебініп қалып желе жөнелгісі келді ақ. Бірақ тоғайға сіңіп үлгергенше атып жіберуі әбден мүмкін еді. Апырай, жалғыз қолмен қалай күрескелі жүр? Расында да алпауыттың нағыз өзі болған соң. Шолақ қол: «Алып кел ана мықтыны, әуселесін көрейін», деп ақия бұйырды. Жүгіре басып келген жігіт аттан өзақ секіріп түсіп, қарсы жүрген Қандауырды итермелей жеткізді. «Түйгіштеме, шірік неме. Қолын шеште, мылтығыңды оқтаулы ұста», деді бастығы. «Қорқпай қой, қашпаймын», деді Қандауыр сізден сенге қалай көшкенін өзі де байқамай қалып. «Сенен қорыққаным, қара қойдан үріккенім», деді сырт киімін шешіп, күреске бар ынтасымен дайындалған Шолақ қол. Қандауыр қарысып қалған қолын уқалап, екі білегін сипалап, ұйғанын жазып, қанын таратты. Желбегей жамылған шапанын шешті. Осы кезде сарқырай ағып жатқан өзен жиегіндегі бас тал қозғалып, құрығы сорайып, бір балықшы орыс шал шыға келді. Артына жалт қарап, тапаншасына жармасқан Шолақ қол: «Уходи отсюда, стреляю», деп айғай салып еді. Ана байғұс жып беріп тоғайға қайта сүңгіп кетті. Көңілі жайланған нәшәндік тапаншасын белбеумен қоса шешіп милиционерге берді. «Кел батыр, көрсет күшіңді». «Бір қолымды таңып тастасам қайтеді? Ят қой». «Қорлама», деп аузынан ақ көбік ата жекірді. «Осы бір қолыммен ақшу асауды құлағынан ұстап тұқыртып, құйрығынан басып шыңғыртқамын». Кетерін шешіп тастап, ақ шыт көйлегінің жеңін түрінгенде Шолақ қолының басы тұп-тұқыл, қып-қызыл екен. Бір басып, екі басып жақындаған Қандауырдың зәресі зәр түбіне кетті. Амал жоқ, пенжагын шешіп күреске дайындалды. Екі көзі Шолақ қолда. Бесатарды кезей ұстап тұрған жігіт аузын аңқайта ашып, қызықты жалғыз өзі тамашалайтынына мәз болғандай ырсияды. Балуандар әуелі аңдысты, байқап көрді. Оңтайлы сәтті өтті. Шолақ қол күреске түскенде шабыттанып, екі көзі қызарып, ұрт еті жыбырлап, жыпылық жанары жырбыңдағанын тыйып ұшқынданып кетеді екен. Қандауырда жайбырақаттық, салмақты сабыр бар, лашсыздық басым. Аңдысу ұзаққа созылып бара жатқан соң Шолақ қол: «Қатын болмасаң тақалсаңшы, белдесейік», деп зіркетті. Қарсыласы жарайды ендеше дегендей адымдап қалып, оң қолын ту сыртына сала бергенде, бағанадан босқа шолтаңдатпай арқасына қайыра ұстап жүрген мұқыр жілік автоматтай сарт етіп ағытылды да, оттан шыққан көсеудей қып-қызыл күйінде Қандауырдың бауырына сүңгіді де кетті. Тура бауырдан оңдырмай тиген ауыр соққыдан көзі қарауытып, басы айналып мең-зең есеңгіреген жауының ышқырынан оң қолымен шеңгелдей ұстаған қалпы қатты тартып қалып, Шолақ қол суаң етіп құлақ шекеден баса оң жамбасына сала бергенде, жан дәрмен қимылдаған Қандауыр ырқына көнбей бұлқынып, жауырыннан құшақтай алып, бұл тәсілден аман құтылды. Бұл қарсы қимылды қалай жасағанын өзі де білмейді. «Құдай сақтады», деді ішінен. Оның сыртынан қапсырған темірдей құшағында қалған нәшәндік жан дәрмен жұлқынып еді, онысынан ештеңе өнбеді. «Жібер, атамын», деп айғайлады мылтығын кезейсіз қалақтаған милиционер. «Оттама сүмелек», деп намыстанды Шолақ қол. Содан соң Қандауырға: «Босат, анау подчиненныйдан ұят, қайта күресейік», деп сыбырлады. Босатты. Босата салысымен арыстандай атылып алға шыққан ол алақанына түкіріп қайта ұмтылды. Түрі айдаһар қуғандай қорқынышты еді. Жаңағы әдісті қайталаған жоқ. Тұқыл білек ербеңдеп бос қалды. Не болса да белдесіп көрейін деген оймен белдікке қол сала бергенде, Шолақ қол тұмсығына қарай зу етіп тигенде шалқалай барып құлады. Мұрнынан дірдектеп қан саулады. Бірақ қарсысындағы қасқырдай тісі ақсиған нәшәндік кеудесіне міне түсем дегенде шапшаң аунап жер қаптырды да лып етіп тұрып үлгерді.
Ой ағайын, мынауың күрес емес қой, төбелес қой, деді тағы да қалған Шолақ қолға. Енді қалай деп едің? Қолым біреу-ақ қой. Олай болса мен де жұдырық жұмсайын ба? Жоқ, сен күресіп жық, қолың екеу ғой. Жарайды ендеше, деді мұрнының қанын жеңімен сүртіп. Күрестесінің барлық қуаты мен сенері мұнтансыған, мүсәпірсіген Шолақ қолында екенін сезген Қандауыр бүкіл назарын сол сом темірді аңдуға аударды. Ал жауынгер қолды дәрменсіздендіру үшін сауына ие болу керек. Әруақ, деп сыйына екпіндеген НКВД бастығының артық нәрседей шолтаңдаған Шолақ қолынан шап беріп ұстай алды да өзіне қарай пәрменімен тартып қалды. Ананың беті қатты жұлқыстан бұлш етіп мұның егіне тиді. Көз леспесте шапшаңдықпен кіндік тұстан шеңгелдей ұстап кеудесіне тік көтерді. Үйіріп әкелді де серпе лақтырып жіберуге шақ қалды. Не істерін білмейді. Шықса пәлеге қалуы мүмкін. Ал жықпаса намысқа шапқан нәшәндік ыза болып одан ары ушығуы мүмкін. Не істеу керек? Ол қол тоқпақтай ғып көтерген күйі мылтығы шошайған милиционер жігітке жақындады. Ол сасқалақтай шегінген. Ат нәлетті, деп даусы шыға ақырды бастық. Ағатай-ау, сізге тигізіп аламын ғой, деп безектеді. Қандауырдың кіндігінен төмен көздей беріп еді, жоғарда тыпырлаған Шолақ қолды сусыда төмен түсіріп, мойнынан қылқындыра алдына қалқан ете ұстай қойды. Таста мылтықты. Әйтпесе буындырып өлтіремін мынаны. Шиқандай бетінің қаны қашып, боп-бозданған нәшәндік тілге келуге шамасы жоқ. Қолы ербеңдеп анаған таста дегендей белгі берді. Жігіт өз мылтығын бастығының тапаншасымен қоса лақтырып, дөй далаға тырағайлап қашты. Шолақ қолды сілке бұрап жықты да мылтыққа жүгірді. Әлгінде ғана әспенсіп тұрған НКВД бастығы қақпанға түскен қасқырдай амал жоқ, шоңқайып отыр. Қандауыр мылтықты кезенген жоқ. Бірін иығына асты, екіншісін жай қолына ұстай салды да Шолақ қолдың тура алдына келіп жайғасты. Бұл қалпында әңгіме дүкен құрып отырған екі жолдастың пошымы секілді еді. Нәшәндік меселі қайтып жасып қалыпты. Ләм демеген күйі бір тал шөп алып, соны тістелеп, құлағына қонған шыбынды айдап, бұқтырманың сарынына құлақ түргендей жайбырақатта меңіреу. Дегенмен мықты, діні берік жігіт, деп ойлады Қандауыр. Әйтпесе, мені жекпе-жекке шақырар ма еді? Тек арам болып жүрмесін, тамырын басып көрейін. Жолдас бастық, менде не ақыңыз бар? Ұзында өш, қысқада кегіңіз жоқ еді ғой. Жолыңызға көлденең тұрған жерім бар ма еді? Тіпті бір-бірімізді жыға танымаймыз да ғой. Сен халық жаусың, деді ол марғау қалыпта. Оны кім айтты сізге? Дәлеліңіз қайсы? Әйеліммен бесіктен бел жаңа шыққан баламның жазығы не? Жазығы сол байдың қызы. Онда тұрған не бар? Әке шешесінен кетсіп кеткелі қашан? Сен шырағым басымды ауыртпа. Менің де жаным екеу емес. Қатын қарағайдан 150 халық жауын табу керек деген жоспар бар жоғарыдан. Сонда сендердің орындарыңа өзім қамалуым керек пе? Сонда менімен толтыру керек пе? Сонда сенің орныңа ауыз жаласқан досың Көкенді ұстаймын ба? Сол жау деген айғақ бер. Өзіңді табан астында босатайын да соны қамайын. Қандауыр сөзден тосылды. Расау, 150 жауды тауып беру бұған да қиын. Білемін, деді қаздай тізілген көк көйлек ақ балтырлы қайындарға қараған күйлі. Білем, мені қарғапсылейсіңдер. Бірақ жазығым не? Жазығым үкімет міндетін адал атқарып, бұйрықты орындағаным ба? Я, мен орындаушы ғанамын. Кейде осы ісімнің ақ-қарасын ажырата алмай дал болып, тіпті таң атқанша көз ілмей шығатын кездерім бар. Ал көзім ілінсе болды. Бір жүндес қол қолқама саусағын тарбайта ұмтылады. Тапанша жастап ұйықтамаған кезім жоқ. Тек сол суық қару ғана жан досым. Айтшы өзің, менің орнымда болсаң, не істер едің? Сіздің орныңызда болмағаныма қуанамын. Қуансаң сол. Сенен гөрі менің бас бостандығым жоқ. Жетектесе жүрем, айтақтаса үрем. Әйтпесе, бұл қазақтың бөлсе алмай жатқан несі бар? Тастамайсыз ба бұл мазасыз қызметті? Дәл қазір болмайды, атып тастайды. Кім? Деп таңдана сұрады. Жоғарыдағылар.
Ежов жолдас. Шолаққолдың жүзінде мұң бар еді. Оның осынау мән мағынасы жоқ. Ішіне ит өліп жатса да сезу мүмкін емес әлпетіне аяй қарады. Өзен жағасындағы алаңқай әдемі. Шыр айналдыра қаулай өскен балапан қайыңдар көмкерген. Шаң тозаңсыз тап-таза шалғынның ортасы, бұлар опыр-топыр айқасқан тұсы ғана ұйпа-түйпа да, бұлайғы жердің шөбі тік қалпында хош иіс аңқытады. Осынау мұрынды қытықтар жұпар хош иіс масаң әрі дел салқалге шақырып басыңды айналдырады. Буын-буыныңды босатып, бостандықтың күйін шертеді. Ептеп жел соғып жасыл шалғын, тал теректің басы баяу қозғалады. Бұқтырманың сарынынан бөтен дыбыс жоқ. Қайың түбінде байлаулы тұрған қос ат еріншектене шывындайды. Бұл жер төбелестің емес, рахаттана дем алып, көз шырымын алатын жұмақ орны еді. Енді не істейміз сонда? Деді қандауыр лашсыздық аңғартып. Қайтайық, сен қамаласың, келіншегіңмен балаңды босатамыз. Атып өлтіріп, бұқтырмаға ағызып жіберсем қайтесіз? Оны істей алмайсың. Істей алмайтын себебің бір емес, екі куә бар. Милиционер жігітпен бағанағы балықшы көрді. Ал өзің кран асып қашып кетсең, түрмеде жатқан қатын балаңа қиянат болады. Сондықтан екеуміз аяңдап ауылға қайтайық. Әлгі бұтына тұшып тұра безген милиционер Мұқым ауданды дүрліктіріп жүрер. Рас, күшті екенсің. Күреспен жеңдің. Басқасын басаман, бауыр түгел болса көре жатармыз. Тек жығылдым деп кек сақтамаңыз. Әйелім мен баламды есен сау босатсаңыз болды. Мен ақ халық жауы болайын. Бір үйден бір жау жетер. Менің саған жасар жақсылығым жалғыз. Сөз жоқ, семьяңды үйіңе қайтарамын. Өзің білесің, бұл жер шекара ауданы. Сондықтан көп тергеп тексермей арғы бетке қашпақ болды дегенді желеу етіп атып тастауға құқылымыз. Халық жауларын төменге айдағанда бұқтырма үстіндегі ағаш көпірден өтесіңдер. Қапы қалма. Және бұл сырды тісіңнен шығарма. Қандауырдың маңдайынан сұп-суық тер шықты. Шолақ қол тапаншасын тағынып, кетелін киіп үсті басын түседі. Бастығын тастай зытқан қорқақ иттің мылтығын мойның асып ал, деп Бисатарды қандауырға ұсынды. Жүргеттік. Әттең, қазақтардың барлығы сендей болса ғой. Онда айдағанға жүрмесек, айтақтағанға үрмесек. Екеуі екі атқа мініп жолға шықты. Қаптаған қалың тоғайдың ішімен асықпай аяңдап келе жатыр. Дабырлап сөйлескен жоқ. Әр қайсысы өз ойын малталап, мынау әділетсіз әлемнің жұмбағын шеше алмай үзеңгі қағыстырады. Ертеңгі атар таң, шығар күннен үмітсіз қандауыр ғана емес. Мынау Мұқым ауданды ашса алақанында, жұмса жұдырығында ұстап, жылаған бала уанатын інкібідінің көңілінде де қаяу барау. Бұрынғы құтырынған мінез жоқ. Момақан, күрмеуін шеше алмай әуреленген хал кешкендей, айналдырған бір сағаттың ішінде қой аузынан шөп алмас кейіпке түскеніне қандауыр қайран қалды. Мүмкін, баяғыдан солай шығар. Әдейі дөң айбат жасап, жұрттың зәресін алу үшін қасақана жасайтын шығар. Осыншалық бір қарекеті жоққа шығарып, өзімен өзі атысып шабысқан жұмбақты адамды алғаш жолықтыруы. Мен сізден бір нәрсе сұрайын ба, деді тебіне қатарласқан қандауыр. Ал сұрай ғой. Алдыңызға келген кісіні неге сабайсыз? Әдет болып кеткен ғой. Шыдай алмаймын. Міне солай. Дегенмен жазықсыз жандарды жығылған үстіне жұдырық жұмсағаныңыз большевиктік қылмыс емес пе? Қылмыс деп ешкім қолымнан қаққан емес. Дегенмен қамалып жатқандардың барлығы сүттен ақ, судан таза екеніне кім кепілдік бере алады? Адамның ішіне кім кіріп шыққан? Ішінде ит өліп жатқандары бар. Солардан тазарту керек, санасын сауықтыру керек. Бүгін мүләйімсіп жүргенімен күндердің күні жалын күдіретіп шыға келеді. Осы бастарын отап тастамаса, сүйікті отанымызға, данышпан Сталинге қауіп төнуі мүмкін. Сақтансаң ғана сақтайды. Заңсыздық қой. Бір адам үшін 1000 адам не үшін жапа шегуі тиіс? Осы жұрт өзіңіз де білесіз. Енді ғана еңсесін көтеріп, көтерем күйден арыла бастаған жоқ па?
жаулық ойлағанды қойып, жанын сақтап алсында. Айталық, мына мен сол Жапония деген елдің қай жерде екенін де білмейді екенмін. Ағыңыздан жарылыңызшы, Төлегенов қандай азамат еді? Жапонияның қай жақта екенін өзім де білмеймін. Жігітім, тым тереңдемейік, деп ажырая қарады. Шолақ қол ауылға жақындаған сайын күшіне мініп, сәл ұмытқан қызметін лезде қайтарып алды. Біле білсең, осы сөзің ақ сені қамауға жетіп артылады. Мен бұйрықты орындаушымын. Әлгінде сен бір сөзіңді ұмытпасам, заңсыздық деп айтып қалдың. Мойындайсың ғой. Өзімді қамасаңыз да тілімді кесіп тастамассыз. Айтқаным рас. Ендеше сәбәт заңына күмән келтіргеннің өзі алтын заңды бұзу болмақ. Түлкі түрінен адам тілінен тартады деп қазақтар бекер айтпаған. Сол қазақтың сөйлемейін десем сөзім өледі, сөйлейін десем өзім өлемін дегені және бар. Артты қысқан бай болады дегенім ғой. Қазір бай болуға рұқсат жоқ қой. Әй, өзің сөзге мәстірсің ей, деді Шолақ қол алғаш рет ақтарыла күліп. Жақсы жігітсің, қайтейін. Аман қалдыруға амалым қайсы? О баста үстіңнен із ашпауым керек еді. Мұнда екеніңді қайдан білейін. Өздеріңде бастықтарға жуық жүрмей шіренесіңдер. Осы қазақтардың қызық мінезі бар. Бойында күш қуаты, таланты барлар үдірейіп үлкен адамдарға жоламайды. Ал әлжуаз, алаяқтары алдыңды босатпай жылпостанады. Әне, сондықтан да олар аман қалады, өседі. Енді тым кеш, шегінетін жерім жоқ. Айтқаным айтқан, әйеліңді босатамын. Осыныңызға да рахмет. Маңдайдағы жазуды өшіре аламын ба? Деп күрсінді Қандауыр. Ауа жетпегендей омырауын ашып, кеудесін керіктей кере дем алды. Осы бір мезет ат үстінде келе жатқан аңшы жігіттің ең ақырғы бостандық ауасын жұтынуында еді. Енді қайтып, анау туған жердің тамылжыған табиғатын, асқар тау, аса өзенін көре алмасын. Емін еркін сайрандап, аң құсын қуып, орман тоғайын аралай алмасын. Көк шалғынына көлбей жатып, сонау тұп-тынық аспанға қарап тұнығы шайқалмаған көңілмен армандай алмасын. Құлын жоны көрінбес тау шалғынын кертіп ойып, қол тартпамен алақанға түкіріп, пішен оралмасын. Алтайдың әппақ қарында ат шанамен ағза алмасын. Мұртына қатқан сүңгі кірпіктегі қырауды сүртіп, тоңып жаурап келгенде, нюра құйып берген құла шайды самайынан тер ағып, сораптап іше алмасын. Көктем шыға, көктен іздегені жерден табылғандай масайрай, жағасын кеміріп долдына таситын бұқтырманың аққұла толқынына қарап, тамырынан қопарылған сансыз салындыны санап аяй алмасын. Енді қайтып адамға жалғыз ақ рет берілер тіршіліктің шәрбәті суалып, кермек татырын, кетеуі кетерін, сөйтіп, мынау жарық дүниенің торқалы тойын көріп, топырақты өлімінде ауыл ақсақалдарының ақылын тыңдай алмасын сезді. Білді, түңілді, жайдақ тағдырының үкіміне жүгінді. Қос жолаушы тоғайдан шыға келгенде алдарынан андыздай қарсылаған бір қора милиционерді көрді. Ішінде мылтығын тастай зытқан бағанағы баламұрт жігіт те бар. Ай құлақтанып алда келеді. Атаңа нәлет-ай, бүлдірген екен ғой, деп астындағы атын борбайлап қалды Шолақ қол. Аға, мыналарды бастап келдім, деді жерден жеті қоян тапқандай жінігіп. Оны қамшымен осып өткен нәшәндік. Батыр қараңды, деп зілдене айғай салды. Үйіңе барып боқшаңды дайындай бер, қамаласың. Халық жауысың. Аттан домалап түсіп, енді тоғайға қарай қашқан жігіт халық жауы атанғанша бұқтырмаға ағып өлемін деп зар еңіреді. Ұстайық деп ұмтылғандарды Шолақ қол тоқтатты. Тимеңдер, еш қайда кетпейді. Ондай қоян жүрек еркек шоралардың қолынан еркекше өлуде келмейді. Қазақтың түбіне жететін мынау емес, деп Қандауырды көрсетті. Анау секілді сүмелек су жұқпастар. Сіз ше? Деп қалды Қандауыр қисыны келіп қалған сөздің обалына қалмай. Жаудың мылтығын алыңдар, деген Шолақ қол естімеген сыңайда. Жан-жағына анталай ұмтылған милиционердің біріне иығындағы мылтығын сыпырып өзі ұстата беріп еді, қалған екеуі аттан аударып алмақ болып борбайына жармасқан.
Бірақ ер үстінде тақымы жабысып қалғандай тәкаппар отырған қандауыр міз бағып місе тұтпады. Енді қайтеміз дегендей Шолақ қолға қарап еді. Тимеңдер, өзі барады. Әттең, мынау көп боқташаққа осы тұтқынның жалғыз өзін-ақ айырбастап алар едім. Амал не? Деп алға түсіп сау желе жөнелді. Қалғандары соңынан салпақтай ерді. Шолақ қол іңкібіді уәдесінде тұрды. Ауылға қайтып барған соң қандауырды алып қалды да әйелін босатты. Қандауыр абақтыны өзі ашып кіріп келгенде жүрегім жарылып, талып қала жаздап едім-ау. Оның өзі қамалып, бізді босататынын қайдан білейін, деп күрсінді Нұрке кемпір. Келіншегі мен баласын бауырына қысып, айналып толғанып сүйген қандауыр қанша қатты болса да көзі жасаурап, алғаш рет көңілі босады. Көрешегіңді көрмей көрге кірмейсің деген Нұрке. Қайтейік, жылаймыз да шыдаймыз. Еркек тоқты құрмалдық деген. Екеуің аман болсаңдар, мені қойшы. Мұқтаса қолымаға қайтайдар. Өкінерім де, өшігерім де жоқ, шүкір, деп күштегендей болып күліп, баласын жоғары көтеріп. Шүкір, артымда ұрпағым бар. Тек қайда, қандай қиындықта жүрсем де, тілерім мен сенерім сендер. Ағыл-тегіл көз жасын жеңімен сүрткілеген Нюра. Ақтық сапарға аттанардай қоштаспайықшы. Ақ көңілдің аты арып, тоны тозбайды деуші еді атам. Аман есен ақталып келерсің, шыдайық. Я, шындық үшін қандай қиындыққа шыдауға болар. Егер сол шындық бар болса, кейде ойлаймын, біздегі шындық көсеммен қоса өліп қалды ма деп. Бар, деді Нюра. Ақиқатқа жетер адам табылар. Үмітімізді үзбейік, қанеке. Сары уайымға салынбайық. Үміт, ол да бір сағым, немесе көлеңкеспеттес, күн шыққанда ғана пайда болады. Ал басыңды қасіреттің бұлты шалса, іздеп таба алмайды екенсің, жоғалады. Неге екенін білмеймін, өзімді емес, көзі енді ғана ашылып, бауырын жаңа ғана көтерген елдің ертең алаңдатады. Көзіне қамшы тиген ботадай боздап, тағы да үркіп, үдере көшіп, бөрінің боғы бөкеннің сирағындай тозама деп қорқамын. Заңның бет алысы жаман. Осы кезде абақтының есігінде тұрған Шолақ қол қандауырдың соңғы сөзін құлағы шалып қалды. Сен сәбәт заңын ғайбаттама, деді түсін суытып. Ол әр қашанда әділ, бәрімізге ортақ. Заңның әділдігіне шәгім жоқ. Алтын заңды бұрмалап бұзатындарға ренішім бар. Кім бұзып отыр? Сталин жолдас па? Тіліңді тарта сөйле. Осы күніңе зар боларсың. Осы күніме қызықпай-ақ қойдым. Сендердің бұл бассыздықтарыңды Сталин жолдас білмей отырма деп қауіптенемін. Оттапсың, деді Нәшәндік. Дүние жүзінде Сталин жолдастың білмейтіні жоқ. Ол көсем. Ал көсемнің көрмейтіні және жоқ. Уақыт бітті, қоштасыңдар. Нюра кеуіне ұмтылып қапсырақ шақтап айырылмады. Екеуі аймаласып, етектерінен тартқан баланы ұмытқандай болып еді. Папа, үйге қайтайық деп ол шырқырай жылап қоя берді. Баласын жерден тіке көтеріп алып бетінен сүйген әкесі. Мамаң екеуің үйге жүре беріңдер, мен артынан барамын деп кеудесін керген өксікті әрең басты. Жүйесі босап үні қарлығып шықты. Нюраның да омырауы жасқа боялған. Бұларды Шолақ қол ажыратты. Ана мен баланы күшке сап итеріп сыртқа алып шықты да түрменің шоқпардай темір құлыбын кілттеп жапты. Папалап, есікті тырмалаған баласын зорға дегенде қолтығынан көтеріп, тыраңдатқан қалпында жылап еңіреп үйіне қайтқан Нюра өз ошағына жеткенше көз жасын тыя алмады. Бұл шақта таудың ұшар басындағы ұшпа бұлт етекке қарай жөңкіле көшіп, аяқ астынан жел тұрды. Жапырақ жайған ағаш басы арпалыса суылдап, сабалақ жүнді бірлі-екілі ешкі қора-қораның ығына қарай тырағайлап барады. Желіккен желмен бірге жарыса түскен жаңбырдың хабаршы тамшылары жетіп, әлгінде ғана будақтай көтерілген қара жолдың шаңын жерге шегелей бастаған. Қара бурадай құтырына жөңкілген бұлт бір-бірінен жергендей үрке орналасқан бытыраңқы үйлердің жиналмай қалған кірін желпілдетіп, албастыдай апай-топайын шығарды.
Тамшының арты бұжыр-бұжыр бұршаққа айналып, тақтай шатыр, қаңылтыр пештерді таңқылдатып, төбеңді оярдай пәрменмен сабалаған. Барабандап бастаған бұршақ қарақошқыл бұлттың құсығындай далада жүрген тіршілік иесін бұрыш-бұрышқа, ықтасын қуысқа қуалап тықты. Жер беті әппақ маржанға бөгіп, Алтайдың алты айрығынан саулап бұлақ ақты. Бұлақтың іші толған ақ моншақ. Әрі суық, әрі сұлу көрініске есік терезеден сығалай мәз балалардың кейбір шыдамсыздары жалаң аяқ, жалаң бас далаға шапқылап шығып, шекесін ісіріп қайта оралады. Ең ғажабы, дәл сол күні бір жағы ақ, бір жағы қызыл бұршақ жауды. Сол күн, сол ерекше бұршақ кешегідей жадымда. Мен байғыз қандауырымнан мәңгілікке айырылдым деп ойладым-ау. Нұрке кемпір тағы да ауыр күрсінді.